Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүтті қыз деп аталатын торт жасайтын боламыз. Өте әдемі, дәмді, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде мен каналыма тіркеліп қойыңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар достар. Лайк қойып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді миксер шайқайтын ыдысымызға осындай жүмсақ сары майымызды саламыз. Үстіне 2 жұмыртқа жарып қосамыз. Бір келкі болуы үшін миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді үстіне сгущенка қосамыз. Осындай цельное сгущенное молоко дегенді қосыңыздар. Сонда ол жаңағы кішке қою, сапалы түрі болу қажет. Сонда сіздердің жаңағы торттарыңыздың дәмі өте дәмді болып шығады. Мен осындай 2 банкасын бірақ қосамын. Және де миксермен жақсылап тұрып шайқап аламыз. Енді ұнымызға 1 қасық қопсықыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз да 3 бөлікке бөліп, жаңағы массамызға қосатын боламыз. Осылай бір қосып аласыздар, сосын миксерлейміз. Сосын тағы да қосып, тағы да миксерлеп, бір келкі етіп миксерлеулеріңіз қажет болады. Сіздердің қамырларыңыз осылай қою болып шығу қажет. Егер сұйық болып қалса, онда көтерілмей, корждарыңыз жабысқақ болып қалады. Енді формамызды аламыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Осылай формасын жасап аламын. Пергамент қағазын төсеп, керегінше алып, видеода көрсетілгендей форма жасап алыңыздар. Міне мен дөңгелек форма жасап алдым. Енді қазір ойық жағына қамырымызды салып, корждардың формасын жасайтын боламыз. Шамамен 3 қасықтай мен салдым. Және де 8-9 корж шықты. Енді бір келкі етіп, жағып, тегістеп алыңыздар. Енді әр коржымызды 180 градуста 3-5 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің корждарымыз дайын, осылай пісіп шығады. Жан жағымен кеспеймін, осылай жинай беретін боламын. Жан жағын кесіп тастасаңыздар да болады. Енді креміне бізге сливки керек, 33%, қант ұнтағы және творожный сыр керек болады. Сіздердің сливкиларыңыз міндетті түрде салқын болу қажет. Кемінде тоңазытқышта бір күнде тұрған болу қажет. Өйткені сонда сіздердің жаңағы сливкиларыңыз жақсы болып шайқалатын болады. Енді творожный сырымызды осылай езіп сливкиміздің үстіне қосамыз. Мен сливкидің 1 литрін бәрін қостым. Маған осылай кремі көбірек болған ұнайды. Және корждарымызды жақсы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Бірақ жарты литрді алуға да болады. Әркімнің өз қалауы бойынша. Енді үстіне қант ұнтағын қосып, миксермен жақсылап тұрып шайқап аламыз. Өзінің формасын жақсы ұстайтын бізде крем шығуы қажет. Міне креміміз формасын жақсы ұстап тұр. Біздің креміміз дайын болды деген сөз. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Коржымызды алып, үстіне шамамен 3 қасықтай мен крем қостым. Кремді аямай қосыңыздар. Сонда торттарыңыз жақсы сіңіп, өте нәзік болып, дәмді болып шығады.
Осылай видеода көрсетілгендей кремімізді тегістеп тортымызды жинайтын боламыз. Енді тортымызды біз холодильникке жіберетін боламыз. Кемінде 2 сағатқа, бірақ 1 түн тұрғаны жақсы болады. Менікі 1 түн тұрды. Енді біз шоколадты ганаш жасайтын боламыз. Осылай кішкене шоколад пен сары майды ертіп алыңыздар. Және тортымызға осындай шоколадный подтекті жасайтын боламыз. Осылай қасықпен алып, кішкене видеода көрсетілгендей істеп шығасыздар, сонда подтектарыңыз әдемі болып шығады. Шоколадный ганаштарыңыз қою болмауы қажет, кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Сонда сіздердің подтектарыңыз әдемі болып шығатын болады. Енді мен тортымды құлпынаймен әсемдеп шығамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біздің міне тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, достар. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, және де қалай болып шыққан комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп рахмет. Және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.